Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге сырные шарикиді қалай сырдан жасауға болатынын көрсететін боламын. Бізге бірінші 3 жұмыртқа, сыр, ұн, тұз керек болады. Бірінші 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Ақ уызынан сары уызын айырып. Менде 3-ші жұмыртқаны жарғанда кішкене бір қате кетеді. Ақ уыздың үстіне сары уыз түсіп кетеді. Ол ештеңе етпейді. Ондай болып тұрады. Осының үстіне жарты қасық шай қасықпен тұз саламыз. Бұны жақсылап енді миксерлейміз. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей мен миксерлеп болдым. Енді сырымызды төркіден жақсылап өткізіп, кішкентай жағымен осыны ақ белогымыздың үстіне саламыз. Және де астынан үстіне қаратай араластырамыз. Осыны жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне енді ұн саламыз. Негізі 600 грамм сырға 5 жұмыртқа, 6 жұмыртқаның ақ уызын қосқан дұрыс. Мен бірақ 3 жұмыртқа қостым. Мен астында сілтемеге жазып кетемін. Сондан көрсеңіздер болады. Онда араластырып болғаннан кейін осылай қолдарыңызбен сырные шарики жасайсыздар. Дөңгелетіп, алақанмен. Ал сырные палочкилерді осылай пышақпен жасаған дұрыс. Өте әдемі шығады. Үстінен жан-жағынан басып, айналдырып басып, осылай жасайсыздар. Мінекей мен жасап болдым. Өте оңай. Газге майымызды құйып, қыздырып аламыз. Осы қызғаннан кейін үстіне сырный шарикімізді салып, бауырсақ құсатып, былғап отырып пісіріп аламыз. Егер де ұнап жатса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. 3-4 минуттан былғап отырамыз. Жақсылап қуырып болғаннан кейін салфетканы үстіне қойып, майын сіңдіріп алсаңыздар болады. Себебі өте майлы болуы мүмкін. Және де бұл фастфудтың қатарына жататын болғандықтан үстіне паприка, бұрыштарын сеуіп жесеңіздер